әкімдігі Мемлекеттік академиялық филармониясының классика және эстрадалық вокал бөлімінің жетекшісі Арайлым Рахымқызы және әлем эстрадалық би ансамблінің көркемдік жетекшісі Лаура Мұхаева мен Қорқыт дәстүрлі саз тобының домбырашысы әрі менеджері Айбек Арымбек. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мақұлат, төрге қарай өтіңіздер. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Студиямызда келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. 2020 жылға қояр арман мақсаттарыңыздан бастайықшы. Қандай мақсат? Бірінші жылды аяқтадық. Осы туралы айтайық. Жылды аяқтадыңыздар, қорытындылап жатсыздар. Қандай жемісті де жеңісті күндер болды? Қандай атаулы даталар болды? Енді біздің Мемлекеттік академиялық филармониясының бүгін деп айтсақ болады, негізгі қорытынды концерті армандар орындалады және жұлдызды мюзиклде қойылған концертіміз болайын деп жатыр. Бұл жерде сіздер, яғни Хабар телеарнасы қолдау көрсетіп, осы Қазақстанға белгілі әртістеріміз, әншілеріміз, біздің Мемлекеттік филармонияның ұжымы қосылып бір үлкен концерт берейік деп жатырмыз. Рахмет. Онымыздың өзі бір жаңалық, өйткені бұрын Мемлекеттік филармонияның концерттерінде бұндай жаңалықтар болмаған. Ол да біздің жаңа келіп атқан басшыларымызға қатысты сол кісілердің үрдісіменен, сол кісілердің жаңалығыменен жақсарып келе жатырмыз, қуаныштымыз. Арайлым ханым, сөзіңізді бөлейін, сырғаңыз өте әдемі екен, бірақ сіздің сырғаңыз мына жерде тұрған микрофонға сәл тиіп тұрды. Сондықтан сөзіңізге сәл кедергі болып, сөзіңіз естілмей, ана жақтан сәл сол құлағыңызды шешіп қойыңыз. Бәрібір көрмей шашыңыз жауып тұр бұлайдан. Кедергі болып тұр. Әдемі сырға, әрмен қарай жалғастыра берсеңіз болады енді. Сол енді біздің жылымыздың соңын, 2019 жылдың соңын осындай жақсы бір концертпен аяқтайық деп жатырмыз. Оның үстіне кешкі сағат 6-да осы концертіміздің қызыл кілемнен өту барысы басталады. Концерттің басталу өзі кешкі сағат 7-де болғанымен неге армандар орындалады деп қойдық дейсіздер ғой. Енді былай қарап тұрсаңыздар, мен сіздерге бір жақсы, бір жаңаша бір нәрсені айтып кетейін. Қостанай облысынан бір кішкентай бүлдіршін баламыз Аяз атаға хат жазыпты. Ол хатында ол армандап отыр Аяз атадан, мен бір осы бір үлкен концерттерде Аяз атадан осындай бір сыйлық алсам деп. Сол баланың біз арманын орындаймыз ба деген үмітіміз бар бүгінгі концертте. Сондықтан жаңағы кішкентай бүлдіршініміз аманшылық болып бүгінгі концертке аяғын басып жетіп қалса, сол баланың арманын орындауға тырысып жатырмыз. Мен естідім, негізі мюзикл болады дегенді. Мен бүгін негізі анам осы қалаға келген, Астана қаласына. Біраз адамдар айтты, ойбай бүгін конгресс-холлда үлкен бір жұлдызды мюзикл болады екен деп айтып жатыр. Көп адамнан естідім. Сол мен айтам, билет тауып беріңдерші, мен сол анамды алып барайын сол концертке деп. Билет бересіздер ме? Жақсы. Қайдан алуға болады? Сол туралы айта кеттіңіз деген ғой. Соған меңзеп жатырмын ғой. Билеттер негізінен интернет желісінде тұр. Бұл жаңағы Тикетон, Топ Тикет. Билет Астана сайттарында және Кастер KZ сайттарында тұр, негізі электронды түрде. Барлық сайтта бар билеттер. Жеңілдік жаңағыдай сол Астана концерт залының бірінші кассасында Топ Тикет интернет жүйесінің кассасы бар, сол жерге келіп те алуларына болады. Бірақ енді осындай жарнамамен болып атқаннан кейін билеттердің саны аз қалды, әрине. Шектеулі. Сондықтан асығыңыздар деп айтамын. Сондықтан Нұрболханға билет сыйлайын деп ойлаймын. Сондықтан Нұрболханға билетімізде дайын сыйлап кетеміз. Билет берем деп айтама деп қалдым. Сыйлап кетеміз анаңызға сіздің. Көп рахмет сізге. Мен анам бір қуанып қалатын болды ғой. Әкем де келген, о кісіге де бересіз ба десек? Екеуі бірге барасыз десек. Әрине. Сөзіңізді бөлейін. Нью-Йорктен бізде бір видео бар, әдемі. Соны бір, Нью-Йорк көшелеріндегі Құрманғазының балбырауын тартқан бір видео бар. Дайын болса экранға берейікші. Бір соны тамашалап алайық. Содан соң әрмен қарай әңгімені өрбітетін боламыз. Видеоны экранға берейік. Ал көрейік. Бізге экранға берсеңіздер. Экранға беріңіздер. Бізге көрмей жатыр.
ешек. Шап. Айбек боламыз ғой. Тамаша. Мынандай идея қайдан келді? Нью-Йорктың қақ ортасына тұрып, біздің қара домбырамызды алып, паш ету деген үлкен ғанибет қой. Ең біріншіден барлық қазақ жұртына қайырлы таң деген керек. Енді осы идея қайдан келді деп отырсыздар ғой. Жаңа шетелде жүргеннен сапармен бардыңыздар ма? Иә. Ол жерде жаңа Қазақстан әлем фотографтарының көзімен атты жаңа фестиваль өткен болатын. Өте ірі. Сол осы жаңа Нью-Йорк көшелерімен жүрген кезде қолымда домбырам бар. Елге деген сағыныш па, және осы қазағымыздың қара домбырасын, өнерін жалпы осы Таймс-сквер алаңында жаңа халыққа көрсеткім келді. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп отырсың ғой. Насихаттау үшін барған. Өткен-кеткендер енді айналаңызға тұра қалып, бір тамсанып отырғандар болған шығар негізі? Иә, болды. Жаңа видеоға түсіріп, қызығушылық танытып көптеген адамдар болды. Сізден басқа тағы кісілер осылай ән орындап, немесе би билеп тұрған болған жоқ па ондай? Жоқ, ондай болған. Біздің қазақтан ішінеге енді сіз ғана отыра қалып, домбыраңызды шеше салып, қолыңызға ала салып, ал кеттік деп шап. Иә, домбыра ойнағым келді. Негізі, осындай бір шетелде жүрген кезде, осындай бір өзіммен бірге негізі әсіресе туалып кетуге тырысам, мен шетелге жиі шығамын ғой. Мен сөйтіп шыққан кезде бір құрт болмаса, бір жалау алып кетіп, шетелде сөйтіп фотоға түсіп, бір алаңға барып, адам көп жиналады, шоғырланатын жерлерге барып, сөйтіп мақтанғандық емес, былай қарап отқан кезде енді бір еліңе деген бір сүйіспеншілік, бір қазақпын деп мақтанып тұратындай бір әдет жасағымыз келеді негізі, әрбір қазақ барған кезде. Көп рахмет Айбек, өйстіп қара домбырамызды оқтап бүкіл енді Американың қақ ортасында өйстіп шығарып жатқаныңа. Тамаша, біз қуанып отырмыз. Лаура ханымды сөзге тартайық. Бүгінгі кеште әлем би ансамблінің рөлі қандай екен? Мюзиклдегі би орындалады ғой. Бүгінгі жаңа жұлдызды мюзиклда әлем эстрадалық би ансамблі көптеген әншілердің артына әндерін бимен әрлейміз. Сондай жаңағы режиссердан бізге кеңес емес, өзінің сондай бір жоспарымен, арнайы құрылған сценариймен жұмыс жасап жатыр. Дайындық қызу жүріп жатыр. Күнде 15 сағатта жұмыс жасап жатыр. Сондықтан бүгін нәтижесін концерттен көресіздер, барлықтарын шақырамын, келіңіздер, көріңіздер. Хореограф өзіңіз, онда, ансамбльде, біздің ұжымда мен көркемдік жетекшімін, өзім де би қоям, әрі біздің ұжымның өзінің қоюшы балетмейстері бар, Ислямова Нұрмарат қыз деген. Сол кісі екеуміз бірге бірігіп, осындай үлкен дүние жасап шығарып жатыр. Мынау енді ел болып, жұрт болып, қазір енді Абай атамыздың 75 жылдығына орай енді тойлап жатырмыз ғой. Соған орай бір үлкен флешмоб ұйымдастырғансыздар. Ол жерге 700-дей, қателеспесем. Енді мемлекеттік академиялық филармонияның өзінің ұжымы 700-ден асып кетеді. Ол жерде дегеніңіз үлкен үрмелі аспаптар оркестрі бар. Үлкен қазағымыздың қазақ оркестрі бар. Камералық хор бар. Симфониялық оркестр бар. Жаңағы айтып атқан Лаура Абатқызы басқарып отырған әлем эстрадалық би бар. Шалқыма халық би ансамблі бар. Қорқыт дәстүрлі саз тобы бар. Сарыарқа музыкалық ансамбль бар. Классика эстрадалық бөлімі бар. Дәстүрлі ән бөлімі бар. Соның барлығын қосқанда мына жаңа басшылар келіп ауысып келгендегі біздің бір жарқ еткізіп өзімізді көрсеткен бұл жаңағы Абай атамызға 175 жылдық. Бұл жаңағы эстафета басталып кеткенменен де ондай үрдісті көрсетпеді ешкім. Сондықтан біз алдыға шықтық деп жаңағыдай 700 адаммен сондай флешмоб бердік. Тамаша, бұндай идея... Және олардың жаңағы эстафетаны республикадағы бүкіл облыстық филармонияларға және ресейлік шетелдік филармонияларына жіберді. Осы деген барлық қызметкерлер деп отырсыз ғой, енді ол кісілерге, енді жай қарапайым қызметкерлерге бірде биді қойып, олардың барлығын түсіндіру деген өте
үлкен уақыт алады негізі. Қарапайым бишілер болса бір-екі айтқаннан жаттап алады ғой мысалы. А қызметкерлердің барлығын жинап алып, оның өзіне біраз уақыт кеткен шығар. әрине бір ұжым болып ол қиын Бір шығар. ұжым болып. Иә, 700 адам жинау. барлық 700 адамның кәсіби басын әртістер қосып келген. болғандықтан 2-3 дайындықтар дайын болды. Бірден түсірілім болды. 700 адам дейді. 700 5-6 адам болса бір-біріне қарап билей алмайды ғой Осы мысалы. былтыр ма қателеспесем 500 домбырашының басын қосып рекордтар кітабына 1000 енгізген кезде домбырашы болды. 500 мың ба негізі 500 ба домбыра күніне арналған. Домбыра күніне Иә, арналған домбыра. кезде. Ол кезде көп Мың болды. мыңнан да домбырашы. Ол қалалық неде болды, алаңда болды Иә, ғой. қазақ елі. Иә, қазақ елі монумент. Бұл флешмобта жаңа қимыл флешмоб болмады. Әнмен жолдады эстафетаны. Әнмен. Ну демек бірақ 1000 адам енді ол Ой, 1000 адам 700 емес. Иә. Дайындық сонда қалай жүреді? Далада бола ма дайындық әлде? Үлкен залда болады әлде бөліп қазір 100 келіңдер. Күйшілердікі далада кәдімгідей алаңда болды, қазақ елі монументінің алдында. Оны да біздің дирижеріміз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері Айтқали Жайымов ағамыз бастап сол жерде. Енді ол кісілердің еңбектері зор, сондықтан домбыра күніне сол кісі дайындады. Күннің астында, бірақ енді барлығына жаңағыдай ұлттық дүниеде футболкалар менен кепкаларын жазды күні тарқатып, сол күннің астында болса да сонда үлкен жұмыс бітірді. Иә. Енді 2019 таңамдадыңыздар. 20-ға қандай қадаммен енді басқалы отырсыздар, алдағы жоспар, жылдың басынан бастап қандай бір жаңалықтармен бастағанды жөн көріп отырсыздар. Енді аманшылығын берсе, ескі жылда есіркеген, жаңа жылда жарылқасын дейді ғой қазағымыз. Сондықтан мен ойлаймын, алдыға 20 жыл қойған мақсаттарымыз өте көп. Жаңаша дүниелер, сол жаңашаның өзін жылдың аяғында міне бастап кетіп жатырмыз. Біздің жаңалығымыз өте көп болады деп ойлаймын. Енді бірінші біз енді алғашқыда қаңтар айында ойлаймын мемлекеттік филармонияның бүкіл ұжымдары менен жаңағы жылдың ашылуымен бастаймыз деп. Жақсы, тамаша. Негізгі бағдарламамызды. Енді сонымен қатар жаңағы айтып атқан Абай атамыздың да 107 жылдығы бар. Жыл бойы атсалысып бүкіл. Лаура ханым, сұрап кетейінші, билер қай жанрда биленеді? Бүгін енді жаңағы эстрадалық мюзикл болғандықтан барлық билер эстрадалық жанр бойынша сондай бағытта қойылды. Ол қойылымдарға қанша уақыт кетті? Ол арнайы дайын билер шығар енді? Жоқ, арнайы дайын биліміз өткені. Көп шығар, е? Қазір біздің ұжымда 5 ұл және 8 қыз жұмыс жасайды. Одан қала берді жаңа қоюшы балетмейстеріміз бар, репетиторымыз бар және сүйемелдеушіміз бар, концертмейстер. Сол күні 8 ұл дедіңіз, 8 қыз, 5 ұл. 8 қыз, 5 ұл. Сонда қанша би билейді? Ол киімді ауыстыру керек, демек бір жігерлік керек. 13 биде шығып тұр жалпы. Жаңа Бір мизансцен оларды санамағанда. Уақыт жалпы хрон қалай болып тұр? Бұл тек қана эстрада әлем биінің қойып жатқан. Шалқыма халқы ансамблінде 4-5 билері бар биленетін. Демек, біздің көрермендеріміз бүгін үлкен бір мюзиклдің бір шоуды көрейін деп тұр ғой негізі. Жұлдыздарды басқа қырынан көреді, актер ретінде ойнағандарын көреді. Басқа қырынан көреміз, жақсы. Тағы да қайталап өтейік, қай жерде және неше сағат нешеде және билеттерді тағы да айта кетейік. Көрермендеріміз, себебі хабардар болу үшін. Барлықтарыңызды Астана концерт залында Кенесары 32 көшесі бойындағы кешкі сағат 6-да әншілерімізді, Қазақстан жұлдыздарын жақыннан көреміз десеңіздер, кешкі сағат 6-да қызыл кілемнен көріп тамашалайсыздар. Концертіміз кешкі сағат 7-де басталады. Барлықтарыңызды Астана концерт залына армандар орындалады жұлдызды мюзикл концертіне шақырамыз. Және билеттерді топ-тикет, тикетон. Жақсы, оны айтып кеттіңіз, айтпай қойыңыз. Жақсы. Оны қазір сіздер отыра кетуіміз өте көп. Енді ал домбыра не дейді? Қандай жаңалығымен келді домбыра бүгін? Домбыраға кезек берейінші деп айтып Домбыраға кезек берейін, Енді осы Құрманғазы атамыздың Балбырауын күйін орындап берейін. Жақсы. Бұл жаңағы енді Американың қақ ортасында. Тағы да бүгін сол күйді сіздерге тартып еткім. Тамаша. Бәрекелді. Тыңдайық.
Бәрекелді. Көп Тамаша. рахмет сіздерге. Нұрбұлхан, осы күйді тыңдап отырып көзің алдыңа не елестетті? Бұны күйді тыңдап отырсаң, бір кеңістік, жазық дала, бір шауып баратқан атты елестетесің. Қазақтың кең даласын елестетуге болады, негізі былай қарап отырсаң. Көзіңді жұмып қойып күй тыңдасаң, солай күйге енесің. Ат шаптырып бір. Иә, бір ат шаптырып. Той болып атқан сыңайлы, иә. Көп рахмет сіздерге, Лаура ханым, Айбек мырза, Арайлым ханым. Иә, көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге бөліскеніңізде көп рахмет. Келе жатқан жаңа жыл оңынан болсын, жаңа белестерге бағындыра берсін сіздерді. Бүгінгі кештеріңізге сәттілік тілейміз. Өте жоғары деңгейде өтуіне тілектеспіз. Құрмет көрермендер, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық, бірақ бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Өзіңіз таныстырып өтіңіз, қай өңірденсіз? Мен Шымкент қаласынан, есімім Мадина болады. Жақсы. Мадина ханым, күн сауалына жауап бересіз бе? Әрине. Жақсы. Ал санайық онда. Иә, ақ қар,